Mesleğimde beri olayım. Ayında jaz söylegen keliniz. Oyunda toylar adına ne degen bey desеш, sizde 5 yıl жарату керек қой өмірде. Рахмет, өзіңе қандай дешесіз. Ал енді мұны тағы да жақсы сөйлеп жатқанда енді құда баламызға бір тамаша енді. Ол енді артылған ерекше жігіт қой, бойды көріп қалсыз әйтеуір. Мына енді аз да болса да көп те көресіздер деп мына құдаларымызды кәдімге қарап қылып жатыр. Бәрекелді. Қошемет тұрып қойыңыздар. Мына енді қаш ортасында ренжімесіз деп бұл кісі де билеп жатыр. Енді ойлап қалмаңыздар, енді таныстарымына беріп жатыр деп, менде платсыват деген жоқ, әйтеуір беріп жатыр, жақсы билегенсің. Дұрыс, шаңырақ көтермедік қой, шаңырақ көтерсін деп әне беріп жатсың, иә. Ай, бәрекелді, рахмет. Және де келіңіз, масқара қазір сүйреп жүріп болды, қосалдар осы. Онал көп тұсқа тұрсын, маған не береді екен деп, мен өз сұрап тұр кәдімгідей. Ол жігіттен мен аттас, саған Торғайдан келіп жолдасы. Жақсы билеген үшін деп, әдемі көршіге ола, май қосып тойына бере алып дейсің ғой. Құтты болсын, айнада тәпір байени тұр, ода білесе бесіген деп. Жөр, отыра тұр. Көп байени адамда көптен жақсы көрмейді, тәттеген жақсы көреді, одан екен, ой, бәрекелді, қошып өтіп қойыңыздар. Бәрекелді, балды сендер шамалы, ертең құдайса бір өткересіздер, бар. Бөлбайрам рәк сол сұратыр, маған қаша бересіздер деп, бәне. Дұрыс. Иә. Ал енді мынау қазақтың тойымыз ғой, мінекей ренжіместер, рекламный пауза дегендей. Мынау енді біздің енді ырым көп қой енді. Мына торбашар болайын деп жатыр дейді. Мынау енді ағайын жұрттың желіге жиылған, әйел кісілердің торба шоуға қатыссын дейді. Ер адамдар енді ақырын биле жатарсыздар. Сондықтан да мына апаларымызды барлығын әке. Апа қай үстелге қарай? Апам өзі айтып алып, өзі ашпады мен сіздер. Мынау енді торбашарға сыртта жүрген апаларымызды ішке қарай келіңіздер. Сіз де билей беріңіздер. Кәдімгі қол көтерейік мына. Торбамыз келгенше тамашаға қол көтеріп аша билейміз. Мынау енді апа. Әне. Апалардың жақта енді не болып жатыр? Шамалы. Адам ақау болып жатыр енді. Торбашар деген керек емес негізі. Қырлық текке қылған жоқ, мәне бере салмай ма? Ал енді осы биіңізді жақсы билеген, е? Музыка, мына, осыған кісіге берейік, бірінші қоямыз дұрыс болсын. Айда. Текке жүріп айқай естейміз жұрттан. Ой, әдемісін де қаттады ше. Ой, берекелді. Енді осы қарағат қыласыз енді. Ана кісіге де өзі қызыл не келген екен? Шүйеді көзі қызылға түсетін дейді ғой, әй берекелді. Ал енді мына жерде жақсы билеп жатқанда құдастарына келгісі ғой. Сіз қалбай болып кетті ғой. Жаттар кезінде бабушканың ойына тағып сөйтке беліне тағып қотты адамдар. Мына енді құдастарына өзім асқа жүзбек деп еркетім бұл жігітті өзі. Бауырымызды, ой бәрекелді, ертең пақытта шашекті шай ішесіңдер әйтеуір. Және мына бір қатынасы ма? Бұл кісі ортада жүріп, алада бір шығып жүрмеді, маған бермейсіздер ма? Ой, қой болсын деп ондай сақынсы бар. Бәрекелді, ал енді жастар бере жатар, апа, не болды жаңағы? Разворка бітті ма ана жерде? Сіздер өздеріңіз қайыстай беріңіздер, біз сияқты жастар қайыстай берейік. Музыка кеттік ал, тамам көңіл дірекпен еміз барлықтарыңызды. Кетеге жіберіңіз. Жастарына ән билетіп айып, әдекей көңілдірек барлықтарыңызды. Mi alma te llama, tú eres la luz de mi primavera, de mi primavera. Ay, tú no ves, ay mami, tú eres mi cielo. Ay, bonito, papito, mi alma te llama, papito, 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 dame tu alma, bonito, papito, mi alma.
жайғасып жатыр. Ал енді мына сіздердің қошеметтеріңізбен бүгінгі осы тойымыздан көркін келтіріп отыратын қос ғашықтарымызды сіздердің қошемет шапалақтарыңызбен құттықтарыңызға жайғастырайық кәнекей. Жастарымызды орнымыздан тұрып шапалақ ұрып қарсы алайық кәнекей. Қошемет болыңыздар. Рахмет. Сыртта жүрген құдағиларымыз жаны, құдағиларымыз шақырыңыздаршы. Тауға келіп жайғасса деп, бұл кісілерді мына қазақ жұтып деп, мына жамыр жауып бүгін нағыз Алланың нұры жауған күннекей. Бай болсын, арман жоқ деп ойлаймыз. Мына енді екінші шай дастарханына жайғасып жатыр. Жастарымызды кіргіздік. Айтады ғой, сымбаттың иығынан қоланшашы асқан, сұлумын деп аймегүлмен таласқан, бәріңізге мақтанылып неғылай, сымбат біздің байғозымен жарасқан деп бір жас ойларға тағы да бір қошемет шапалақ ұрып қойып шай кішкентай стақандағы пайдада ішіп отырыңыздар, мына тойымыздың сәні болсын деп. Ал енді бүгінгі осы тойымыздың, шай дастарханымыздың бастама тілегін, бір тамаша ақ тілегін білдіргісі келіп отқан бүгінгі мынау той иесі Әлия апайдың арман жоқ деп ойлаймын. Сонау жаңа Торғай елінен көршілер шақырса, енді бүгін Арқалықтағы да көршілер шақырған екен. Сондықтан да мына сіздердің қошеметтеріңізбен осы байқозға, сымбатқа ақ тілектерін білдіруге келіп отқан Арқалықтағы көршілерді бір қошеметпен ортаға шақырып, құрметті қонақтарым. Арқалықтағы көршілері Төлесін, Сырбай Жаңылсын, Марат Айжан, Күлшат, Бақытжан Айжан, Гүлсара, Мәншік, Роза, Шыңғыс, Сәуле дейді. Осы есім аталған Арқалықтағы көршілерді бір қошеметпен ортаға шақырып кәнекей қонақтарымды. Ой, берекеті. Ama siz o şartta görüşsünüz mü? Hani bir Torbay'da biz uydu görüşüm olup жүрген сияқтымыз, не өкпетті түсінбей қалмадық көзімді. Жаңадан отау жасап отқан балалар, шаңырақтарың биік болсын, керекелерің кең болсын, дендерің сау болсын. Әрқашанда әбірелі болды, елдің елемі болыңдар. Құмыр жастарымыз ақ болсын дегендерің не дегендер. Мамам, ағам, тәтең бәрі қызықтарымды көретін болсын. Тойларың той қыласың, әрқашанда тойдан айырмасын. Әлия болсын бәрін көре берсін, қызық көрсін, көргені қызық болсын. Той думан болсын, осындай тойдан айырмасын. Әлия, мынау алғашқы күндерде болған тойын ұзағынан болсын, жастар бақытты болсын, керегесі кең жайлы ортаға тағы отау қосылып жатыр.
Мен негізінде ата көрші едім. Баяғы ауылдан жатқан ата көршімін. Оның сыртында байғозыға қыз беріп, қыз алысып алған құдағида боламын. Бірақ енді осы жерде тағы да көрші болдым. Енді қалдырмай тойыңа шақырғанына көп рахмет. Осы балалар жеткізу саған оңай емес. Осылай енді қалған жерде қызығырақ атып, немере, шөбере, сүйме жастым. Тойың той қыластығын айналайын. Тәтем, тойыңыз той қыласын, екі жас бақытты болсын, балалардың қадамы құтты болсын. Тек қана бақыт тілеймін, осы бақыт балалар өзінің қызығын көріп жүре береді. Тәтем, Байғоз мен Сымбаттың тойы шаңырақтар екі керегелер кең, терезелер кең, жаны іші жанған, сырты маңғат olsun деп, тек қана қуанышты той томан бола берсін шаңырағымыз. Алла тойға жиналған құрметті қонақтар, тойларыңыз құтты болсын, дамы болсын. Әлия балалардың қызығын көре бір. Ұзағын болсын. Байғозы мен Байғозы Байғозы Сығат тойларың құтты болсын, дамы болсын. Бақытты болыңдар. Отбасыларың аман болсын. Тойларың қалқасын. Аман болсын. Ой, бәрекелді, рахмет. Көршілерге қошемет ұрып қойыңыздар мінекей. Не деген тамаша ақ-тілектер. Рахмет сіздерге. Орындарыңызға жайғасыңыздар. Арқалықтар көршілер қандай тамаша тілектерін білдіріп жатыр. Бәрекелді. Ал енді мынау біз ана торғайда үйреп қалғанбыз ғой, асықпай тойбастан жібереміз ғой деп. Ана кісі келіп маған не жеп жатыр, ана қаз-қатар тісілді, қаздар ұқсап жібермейсің бе деп. Сондықтан да мына бүгінгі қонақтарға арналған бүгінгі той иесі Әли апамыздың өз қолынан шыққан самалдың өз қолынан шығарған той бастарда сіздерге енді арымыз көп қой қазақ. Осы қонақтарға деген тойлар дайындаған той бастарымызды әкелуге рұқсат деп бір қошемет алып отырсаңыздар, құрметті қонақтар. Той деген өз қолдарымен жасаған той бастарымыз. Ой, бәрекелді. Ал енді өздеріңіз тойдан сағып болсын деп бөлісе жатарсыздар, той бастарымызды барыңызға да жетеді. Ал енді тойымыздың тілектерімізді жалғастырып отырайық. Мынау айтады ғой, қазақта жесіге берген қазақ төрде орын, қайын жұртқа ерекше еңбек онын, дәл басатын сезімнің пернелерін алады сөз кезегін апа жезделерін демекші. Мәке осы тойға әдемі болып апа жезделер келіп отыр екен, сол кісілерге тілек кезегін беріп қойып, құрметті қонақтар. Апа жезделері Таңат Ұмытшақ, Гүлбаршын, Бейжамал, Сұлушаш, Сұлтан Қазима, Төке Салтанат, Әсемгүл, Сәкен Қалия, Айгүл,
әсел жұлдыз дейді. Осы етісім аталған аба жесілерін бір қошеметпен ортаға шақпай кәнеке. Шабал қылып қойсаңыздар. Келіңіздер, ал енді аға енді сіз енді арман ішінде жалғыз бидай дегендей бір әдем болып тұрсыз ортада. Құрметті мына ағайындар, құда жерлеттер. Мынау үлкен той құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Ата-анаға не керек? 2 жас бақытты болса, сол жарайды. 2 жақ тек осы балалардың қызығын көре берсін. Ал енді мынау, мен айтайын дегенім, мынау Сыламжан құдаларыңызды мен кішкентай кезінен танимын. Ол Сыламжанның әкесінде, ол кісінің де әкесін танитын адам. Мен торғайлы жігітпін, сондықтан да айтайын дегенім, қай бала болса да ең бірінші тәрбиені ата-анадан алады ғой. Мен бұл кісілердің бәрін білгендіктен айтарым, бұл кісілер үлкен тәрбие берген адамдар. Сондықтан да бұл кісілердің балалары әрқашанда елдің елеулі азаматтары болып есептеледі, көріп жүрміз оны, бүкіл торғай біледі. Ал енді мынау Әлияның баласы, Әлияның туыстары да үлкен ел сыйлаған үлкен кісілер болған. Әлия менің балдызым, көлікші мақтаған емес бәрінде. Әрқашанда бақытты болсын. Мынау Әлияның балалары өте тәрбиелі, еңбекқор. Соны сіздер білеуіңіз білсеңіздер, білерсіздер, білмейтіндеріңізге айтып атқаным ғой, айып етпеңіздер. Ең бастысы осы тойдың иелері мына 2 жас балалар денсаулықтары мықты болып, бақытты болсын. Қыз бала жыламасын дегім келеді. 2 жас бақытты болып, бір-біріне сыйлас болсын. Мен өзім 3 қызым бар, 1 ұлым бар. Бәрін қондырдым, Құдайға шүкір, балаларым жаман емес, әр салада жұмыс істеп, осы астанада тұрады. Сондықтан да мынау 2 балаға тілерім осы бір-біріне жандарыңа ашып, өте махаббаттарың берік болсын дегім келеді. Ал сіздерге зор денсаулық тілеймін. Әрқашанда осы тойда отырған жамағатқа тілерім, сіздердің де балаларыңыз осылай үбірлі-шүбірлі болып, сіздердің де үйлеріңізде той бола берсін дегім келеді. Бай болсын, бар, берекелерің кең болсын, терезелерің кең болсын, шаңырақтарың берік болсын, әрқашан бақытты болыңдар. Мынау келіп отқан құдалар жолдарына жол тілеймін. 2 жақта бірдей болып, балаларыңыз бірдей болсын, біреуіңіздің ұлдарыңыз болсын, біреуіңіздің қыздарыңыз болсын, жас арқандарыңыз кең болсын, Әлия болса, мынау балаларың бақытты болсын. Әрқашан осы Әлияның туған туыстары, бауырлары, сіздерге мынау болып жатқан тойларыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Тек қана бақыт деймін, өзім балаларыма тілеген бақытты сендерге де тілеймін болар. Мынау ана деген өте қымбат қой, аналарын сыйлаңдар бірінші, содан кейін бауыр ағайын жұрттерін сыйлаңдар. Сенің мамаң мен екеуің мамаларың бірдей болса, құдалар, 2 жақта бірдей болады. Бір мамалар сымбат сен мамаңды ренжітпесең, байғозы сен мамаңды ренжітпесең, 2 жақ бірдей болады, туған туыстай, бауырдай болады. Мен өзім солай ойлаймын, өйткені өзім балаларым бәрі сондай. Сол сияқты әр жолдайын бақыт болыңдар.
Töreşinden çok. Bismillahirrahmanirrahim. Konakbay, Ayhan, Orlan, Jamal Beyler Okuz, Jamal olsun, Ballar Yakut olsun, Ballar Yakut'un gerekli otfası olunlar, Atalarların yolun desin. Evet, böyle veya sanırama gelgende, bu kez ondan gerekli otfası. Yanlar Ballar Çalastırat, böyle uzanlar. Екі бота өмір жастарың ұзақ болсын. Осы отырған кісілердің бәріне алдарына күл өссін. Өмір жастарың ұзақ болсын. Бақытты болыңдар екеуің. Екі жақта бірдей болсын. Алына бай болды, сымбат боталарым, бүгінгі тұрып атқан шаңырақтарың бек болсын, бірінші денсаулықтарың мықты болсын, семьяда бақытты болыңдар, екі жаққа да бақ, жақсы, сыйлы болып, осылай әрқашанда қуанышта, тойда кездесе берейік, аман болайық бәрімізде. Ал біздің семьямыздың атынан құрметті ағайын туыстар, ортаға жиналғанымыз тойдың арқасы бабымыз сымбатпен өрісі ұзақ болсын, бала кетіп жатыр. Бала жоққа да жолдарыңыз болсын, жолдарыңыз ақ болсын, баласымсың, әрекеті, арқашыда бала қызым болыңыз, немере сүйіңіз. Babada tuğanlıkta etmeyin, kışkıdız kârı kalma. Tamam olarak arkadaşlar, ben tüksler, toyumuz sizleri, os toy, bu vakta bizim şehirde yapmalı. Evet, sanırız bu vakta sizleri olsun, tamam olarak, sol olarak, rahat olarak. Ой, бәрекелді. Ана апалар қоса салат деп жатыр, мына жастар жағы түсініп жатыр ғой. Ал енді мынау бүгін тойға нағыз енді сөзді сөйлейтін кісілер келген екен. Енді микрофонда бір-екі сөйле айта салайын десем, түрлі естімді көрсетеді. Содан бір фотоға түсіп алыңыздар, апа жездерлері. Мына балада әйтеуір жантарас фотоға түсіп жатыр мына жақта. Ой, бәрекелді. Рахмет. Сіздер бара беріңіздер. Көп рахмет. Главное, ақшаларыңызды беріп кетсеңіздер болды ғой. Ал енді мен мына екі кісіні алып қалап отырғаным, мына сіздердің қошемет шапалақтарыңызбен құрметті қонақтар, Байқозы мен Сымбатты бір ортаға шақырып қойыңызшы кәнекей. Байқозы, Сымбат, бір шапал құрып қойсаңыздар бүгінгі жастарыңызға бір қошеметтеріңіз. Келіңіздер. Мына енді сіздерді ортаға шақырып алып жатқанымыз өмірге шаңырақ көтеріп жатсыздар ғой. Мына апамда қалып жатқан жаңа айтып жатыр ғой, отбасымен, осы екі келінімен болған мынау өз семья атынан екі жүзігі бар дейді. Сонда тағайын деп сіздерді ортаға шақырып жатыр. Сондықтан да бір апа бір әдемі тілек білдіріп. Енді екі жүзігін тағып тұрып. Боталарым, семьяда бақытты болыңдар. Сақ болсын, жаңайтын болсын. Мағадан бір айтып отқан тілек періштенің бағына шалсын. Бақытты болыңдар. Екі жүзікті тағайын. Біздің жолымызды берсін.